Қазақстан жерінің қай жерлерінен алтын адамдар табылды? Есік қорғанындағы алтын адамды қай археолог тапты? Кемел Ақышев кім? Алтын адамның киімі қалай безендірілген? Алтын адамның бас киімі туралы не білесің? Алтын адам кім болған? Есік қорғанынан табылған жәдігерлердің құпиясы ашылмағандары бар ма? Алтын адам туралы қандай қызықты деректер бар? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Ұлы даланың 7 қыры атты мақаласында алтын адам туралы былай деді: біздің түп тамырымызға жаңаша көзқараспен қарауға жол ашып, әлемдік ғылым үшін сенсация саналған жаңалық 1969 жылы Қазақстанның Есік қорғанынан табылған өнертанушы ғалымдар арасында қазақстандық Тутанхамон деген атқа ие болған алтын адам. Ұлы даланың 7 қыры. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазақстан жерінің қай жерлерінен алтын адамдар табылды? Алтын адамдар Қазақстан жерінен табылған құнды тарихи жәдігерлер. Бірінші, Есік қорғаны. Алматы қаласының іргесіндегі Есік қорғанынан 1969 жылы табылған алтын киімді адам құнды тарихи жәдігер. Екінші, Аралтөбе қорғаны. 1999 жылы Атырау облысының Жылыой ауданына қатысты Аралтөбе қорымынан табылып, екінші алтын адам атанған Сармат көсемі. Үшінші, Шілікті қорымы. 2003 жылы Шығыс Қазақстан облысына қарасты Зайсан ауданының Шілікті қорғанынан табылған үшінші алтын адам. Төртінші, Талды 2 қорымы. 2010 жылы Қарағанды облысына қарасты Талды 2 қорымнан табылған алтын адам. Бесінші, Тақсай обасы. 2012 жылы Батыс Қазақстан облысынан табылған Сармат ханшайымы. Енді осы жәдігерлердің ішінен біз Есік қорғанынан табылған алтын адамға тоқталсақ. Есік қорғанынан табылған алтын адамды қай археолог ашты? Жетісу жеріндегі Есік қорғанынан алтын киімді сақ жауынгерінің мүрдесін 1969 жылы археолог Кемел Ақышев тапқан. Алтын адам қай кезеңге жатады және оның сипаттамасы қандай? Зерттеушілердің пікірі бойынша Есік қорғанынан табылған алтын адам ерте темір дәуірінде өмір сүрген. Оның жасы 17-18, бойы 165 см шамасында деп болжам айтылады. Жалпы Шығыс Қазақстан және Жетісу жерінде ертедегі көшпелілердің өте үлкен қорғандары жиі кездеседі. Олардың ішінде биіктігі 15-18 метрге жететіндері де бар. Есік қорғанындағы сақ жауынгерінің басы батысқа қарап жатқызылған. Қабірден сонымен бірге ыдыстар, зергерлік бұйымдар көп табылды. Қабірдің бетін ағаш қақпақпен жауып, темір құрсаулармен бекіткен.